Көп тігіншілер айта бермейтін, тек ақылы мастер-класстарда айтатын құрақ құрау құпиясымен бөлісетін боламын. Ассаламу алейкум, менің шеберлерім. Қалай тырна құрағын жіпті үзбей мінсіз тігу жолын көрсетемін. Ал ендеше кеттік. Менің құрағымның өлшемі 12-12 сантиметр. Менің астыңғы бөз матаның өлшемі 14-14 сантиметр. Бөз матамызды осылай бұрыштарын қосып сызып аламыз, және де 14 сантиметрдің ортасы 7 сантиметр. 7 сантиметрді белгілеп, сызықтарды бір-біріне қосамыз. Құрақтың түп-түзу тегіс болып шығуы осы бөз матаға да байланысты. Сондықтан бөз матаның неғұрлым қаттысын, тығыз матаны алып пайдаланыңыздар. Міне бұл сызықтар біздің құрақтың түзу болып шығуына көмекші. Енді бізге ортасына қоятын осындай жылтыр диск мата қолданамыз. Бұл диск мата жұмсақ болғандықтан астына флизелин жабыстырамыз. Флизелиннің жұмсақ түрін алып жабыстырыңыздар. Диск матамыздың бұрыштары астыңғы бөз матамыздың сызықтарына сай келу керек. Бір рет осылай тігіп аламыз. Бізге енді осындай лентаның ені 2,5 сантиметр. Түгін төмен қарата отырып тігетін боламыз. Лентаны қиған кезде ұзыннан қиямыз. Видеода қарасаңыздар, мен жіпті үзбей тігіп отырмын. Енді 0,5 сантиметрді тігіске жібереміз. Қалған 2 сантиметрді дәл ортасынан бөлгенде 1 сантиметрден болады. Сол 1 сантиметрді осылай ручкамен белгілеп сызып қоямыз. Сол сызығымыз астындағы бөз матаның сызығымен дәлме-дәл келу керек. Бұл сіздің құрақты мінсіз тігіп жаттығуыңыз үшін қажет. Кейін әбден жаттыққаннан кейін бұндай сызықтар қолданбай қойсаңыз да болады. Әр тіккен сайын міндетті түрде бөз лентамызды қолымызбен сипап, түгін төмен қаратып отырамыз. Енді бізге бұрыштарына жылтыр диск мата қоюымыз қажет. Міне диск мата көлемі 4-4 сантиметр. Осылай екіге бүктеп, сол бүктелген жерден машинамен жүріп өтеміз. 4 жағына да осындай диск мата қойып шығамыз. Астыңғы диск матамыз астыңғы құрақтың бұрыштарымен дәлме-дәл қойылу қажет. Дәлме-дәл болу керек. Қойған кезде осыны ескеріңіздер. Сол кезде тырна құрағымыз теп-тегіс түп-түзу мінсіз болып шығады. Бірінші қатар міне осылай аяқтадық. Енді екінші қатарды тігеміз. Екінші қатар дәл осылай лентаның түгін төмен қарата отырып тігіп шығамыз. Видеоны қараңыздар жақсылап. Жіпті қимаймыз. Осылай жүріп өткеннен кейін машинканы артқа қарай басып, инені матадан суырмай, тек лапканы көтереміз. Жіпті қимай тігу бұл өте құрағыңыздың сапалы шығуына кепіл. Сіздің құрағыңыз сетінеп сөгітіліп кетпейді. 1-2 жыл қолданатын зат емес. Оны ұзақ 10 жыл, 20 жыл қолдансаңыз да сетінеп сөгітіліп кетпейтін болады. Осы әдісті жақсылап меңгеріп үйреніп алыңыздар. Міне біздің енді екінші қатар аяқтап, үшінші соңғы қатарға келдік. 12-12 құрақ көбінесе 3 қатардан тұрады. Соны ұмытпаңыздар. Көп қыздар сұрап жатады.
мына құрақ неше сантиметр, мына құрақ неше сантиметр деп 12-де 12 құрақ 3 қатар болады, 15-те 15 құрақ 4 қатар, 20-да 20 құрақ 5 қатардан тұрады. Міне соңғы қатарды тігіп құрағымызды аяқтадық. Енді міндетті түрде сызғышпен өлшеп алуымыз керек. Маған қажетті құрақ 12-де 12 сантиметр. Кішкене 1 миллиметрмен құрақтарымыздың шеттерін тігіп шығамыз. Артық маталарын қиып тастаймыз. Тура құрақтың шетімен бірдей қылып. Міне біздің құрағымыз дайын. Артын қараңыздар, бірде-бір артық мата жоқ. Каналыма подписка жасап, оны видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіз.